Ағалар құрамасы інілер құрамасын жекпе-жекке шақырғаннан соң, інілер құрамасы қазақтардың 3-ші құрылтайын ұйымдастырды. Ал енді осы 3-ші құрылтайға 21 ғасырдың балалары жиналды. Яғни 3-ші құрылтайға Қарағандыдан, Түркістаннан, Ақтөбеден, Оралдан және де Жезқазғаннан, Алматыдан, Атыраудан және Тараздан балалар келді. Жеңілген күреске тоймас демекші, інілер, ағаларға қарсы ойнауға дайынбыз ба? Бүгін шешілмеген бірақ сұрақ қалды. Кім мықты? 20 ма, 21 ма? 20 мықты, 20. Ал дәл осы сұрақты халыққа қойып көрейік. Кім мықты? 20 ма, 21 ма? Жауап жоқ па? Не, кімді атып атсыңдар, не істеп атсыңдар? Аспанға атып атыр. Құдайдан қорықпағырлар. Критика деген жақсы нәрсе ғой, әр қалаға келген жігіттеріміз ғой. Magic people, who the people? Magic people, who the people? Барлықтарыңызды 21 ғасырдың ойыншылары қалай жиналғандығы қызықтыратын болар. Ол бұлай болды. Сонымен әр қаладан келген ойыншылар Шымкентте. Жігіттер, Шашлык аламыз, шашлык. Шашлык аламыз, жігіттер, шашлык. Аға, дәмін көруге бола ма екен? Болады. Дамы мощный, шашлык аламыз. Қойдың етінен жасалған шығар, я? Қарай, сені иттің етінен деп ойладың ба не? Шашлык, жігіттер, шашлык. Маринованный ма? 24 сағат маринованный күліңер. Леди спецлік оригинальный Майкл Джексон заказы. Бағасы қанша? 50 уақытыңға жігіттер шашлык аламыз. Жемейміз. Қарайыз. Шашлык жедін ба? Дәмін көрдің ба? Ақшасын қайтары. Қарайыз. Мына екеу бала шағасын асырастама деп жүре. Жалғыз балдары. Оңбаған. Ясын. Түнде компьютерге отырып сіздер же. Шыбері. Ясын. Қазақстанның әр қалаларының базарларынан көрініс. Сонымен алдарыңызда Қарағанды қаласы. Көмір аламыз, көмір. Атырау мен Орал. Икра алайық, икра. Менің икрам аламыз, икра. Арзанақ икра. Ақтөбе. Арағалай, Аяжан, Винпикс, Кристалл, Өмірбек, Арағалай келіндер. Алматы. Тараз. Алыңдар. Өзім алам. Ал енді Шымкент. Алма алыңдар, көмір алыңдар, икра алыңдар, балық алыңдар, картошка, пияз бәрін алыңдар. Лейла Сұлтанқызы, Суперстар KZ. Сіз шыққытесінде отқаным ғой. Кіре беріңіз. Кірге болам, әпке? Ең кіргені кейін шығып кетпейсің ғой. Қай жерге жатайын? Айналайын, өлең айтсайшы, мен құдағым емессің ғой отырады. Өлең, қандай өлең айтам? Тариға сәулем көңілім. Кім? Сіңілім? Ергешем? Жалпы сіздің дауысыңыз өте керемет қойылмаған да? Қойылмаған.
Бірақ тембрі өте жақсы. Мынау қазақта айтады ғой. Балам дейтін жұртым болмаса, жұртым дейтін бала қайдан шықсын деген. Жалпы, егерде сіз өткенде 19 қыркүйек күні сайлауда даусыңызды Асар партиясына бергенде мүмкін өтіп кетер ме едіңіз деген. Алдарыңызда үш сүйірдің әңгімесі. Өлә, қыздара қалай, жағдайларың қалай, Ой, қандай махаббат. Не деген керемет. Ой, шынаған махаббат. Менің көңіл күйім болмай отыр. Бәсе азып, дым фигурадан фигураға мықты. Анау қожайынымыз Мұрат бар емес пе? Шөп самайды вообще. Айтпашы соны. Ана ауылдың бұқаларының бәрі бар ғой. Ана ауылдың сиырларына қарайды, бізге ешкім қарамайды. Қыздар, ана көрші ауылдағы жаңалықты естідіңдер ма? Көрші ауылдың сиырлары бір бесаға шөпке не ойнап жатыр екен? Не десеңдерші? Гәп ойнап жатыр екен. Пысық көрдің, пысық. Бір бесаға шөп сүргіз. Сондықтан жылда екі біз аулайды. Біз өмір шөп жемейміз, өмір жылда қысыр қалып кете береміз. Қыздар, ананы естідіңдер ма? Көрші ауылдың сиырлары ше? Наташа келді. Наташа! Не болды, Наташа настроениең жоқ? Не болды? Қазыбектің үйінде той болайын деп отыр ғой. Не болыпты? Соған? Не болды, сояйын деп отырмын. Сенде дым, ет жоқ қой, ет. Копченый кошек болады ғой. Бопты, давай жақсы. Наташа! Қыздар, ана жаңалықты естіңдер ма? Қайсы? Анау көрші ауылдың сиырлары 10 литр сүт беруші еді ғой. Біз өткенде 1 литр сүт беріп жүрек қой. Өткенде таңғалып қалдым мен өзіме. 2,5 литр сүт бердім ғой. Анау ауызашардан қалған мандариннің қабығы, банан қабығын жедім ғой көп. Содан ғой ол. Қыздар, анау жаман көңілім түсіп жатыр ғой менің. Неге? Генаның баласы бар ғой? Иә. Февралик. Иә. Сол мен Габрюшема құда түсіп сырға салайын деп келе жатыр. Не болды тапатал түсте жылап? Құда түсіп дейді, дастархан қоятын бір шөбің жоқ. Өткенде ана төменгі ауылдың сиырларының үйіне айтап баған едім. Дастарханда неше түрлі шөптер тұр. Саған не болды еді жылап? Ойбай, менің де балам өсіп қалды қыздар. Үйлендіру керек. 1 литр сүт берем, 10 сатсаң 25-ақ теңге болады. Өз көңілімізді өзіміз көтеріп өлең айтайық. Сенің жақсы Лейла Сұлтан қызына қазақтың қарапайым жігіті жүрегін ұсынуда. Лейла, ай етпесең, оғаш қылыққа бойырмай, асау сезімді тұсаулап сыр шекпекпін өзіңе. Сені көрдімде, арманым асықтым, бір өзіңе ғашықпын ақ маңдайлы бой жеткен. Бұрынғының әдебімен әдетін салыстыра отырып жас жүрегімді ұсынамын. Лүпіл деген жас жүректі құпалар деп сенемін. Жас өкпе бауыр, не ғой? Жалпы сіздің даусыңыз жақсы қойылмағанда, бірақ мынау тембрі өте жақсы. Бірақ енді қазақ дейсен намысыңа тиеді, бірақ енді мына жерде мен махаббат туралы, қалың мал туралы, мен Шымкенттен шыққан туралы әңгіме көріп тұрған жоқ. Біздің азамат алматылық ағаларынан ақыл сұрауда. Ағалар, о шаш не үшін де? Өз кетпеу үшін. Ал тырнақ не үшін алады? Өз кетпеу үшін. Ал сүндетке не үшін алдырғызады? Чикаго! Балабақшадан көрініс.
жалпы сіздің даусыңыз дұрыс қойылмағанда? Бірақ тембр нормаль болады. Сонда мен темірім ана аттың даусына ұқсай ма? Біздің командадағы Дима мен Максим Қыдыр Атаны күтуде. Дима, біз отырмыз, а? Қыдыр атам. Сен оны білесің ба? Көрсен таним. Дима Қыдыр ата ма? Қыдыр атайым. Марат, мен бар емес па? Ана кинодағы әртістер бар ғой, соларды сала аламын ғой. Бошканы, бензашканы. Міне. Жетісіп қалдың, кім енді бұл? Дурнушка Бетти болып жүрмін. Марат, мынауың кім е? Хуана Девсица! Жігіттер, менің жасым 20-да, бірақ маған үйлену әлі ерте сияқты. Менің де жасым 19-да, маған да үйленуге әлі ерте. Мен жасым 13-те мен 4 рет ажырасып 3 бала табуыма уақыт келіп қалды. Таңғы сағат 6. Дима мен Максим Қыдыр Атаны әлі күтуде. Балаларым, мені күтіп шаршаған шығарсыңдар. Қыдыр ата, сен ба? Иә, мен. Сен ба, действительно? Реально мен. Қыдыр ата, точно сен ба? Точно мен. Автограф бересің ба? Мә. Ой, балаларым ау, мені күте шаштарың сарғай кетті ғой. Аржат шей, Түнгісменнен келдім ғой менде. Қарапайым ресторандағы жағдай. Сәлеметсіздер ме? Сәлемет. Салт еттім. Не қалайсыздар? Кірпіш. Қалайсыздар қанда, не ішіп, не жейсіздер дегенім ғой? Олай болса бізге 1846 жылғы үздік бидай сортынан жасалған, бочканың түбінде тұндырылған Шате Манпиньон виносы. Солай ма, жігіттер? Бізде ондай жоқ екенді. Сонда сізде не бар? 2 жыл қашпаған, биыл тумаған қысыр сиырын үстіне жасалған айран бар. Карекс! Шашикті ақшасы қашан бересің? Күйт қой! Карекс! Құрметті көрермендер, осы залда әдемі, сымбатты, шашы ұзын, басынан орамал тастамайтын, 5 уақыт намаз оқитын, әке-шешесін тыңдайтын қалқаңла қыз бар ма? Күнделікті дайындықтан кейінгі 2 орыстың әңгімесі. Они меня достали. Меня тоже достали. Не успел приехать утром на игру поиграть в Чимкент. Мне уже сделали больно. Вот. Они меня есть запарили. Вот как придешь на репетицию, да, сразу достают, есть? Вот я утром прихожу обедать. Утром обедать, прикинь, и меня делают больно. Ужинаю, больно. Спать ложусь, больно. Всю кровь высосали. Ненавижу. Не ғой жігіттер, масалар ғой, постоянно Жігіттер, байқаған болатын шығарсыздар. Манадан бері мен де байқап тұрмын. Нағыз таза қазақ тілі біздің батыстың тілі екен ғой. Тема, нән, нізәт, нағыз қазақтың сөздері ғой. Жоқ, жігіттер, нағыз қазақтың тілі орталықта, Қарағандыда. Иә, дұрыс айтасың. Нән зат деген сөз бе? Құлақ, шай, кәтін күтей, ағатай, міне нағыз тіл. Да не, ребята, так не катит жизнь же. Самый реальный казахский, алматинский, да, пацаны, самый реальный. Жігіттер, таласпаңдар таза тіл біздікі деп.
Үйретіндер білмегенге аздап ептеп. Мен Максим, затым орыс, тілім қазақ. Қазақ тілі бәрімізге бірдей ортақ. Өләш, сен не деп кеттің? Махаббаттың жалына күйдіреді бәрінде. Махаббаттың айдыны сүйдіреді бәрінде. Қыздар шықты ауылдан, қыздар шықты қаладан. Қазақтардың қыздары қазақтарға жаралған. Алматы, Атырау, Ақтөбе, Шымқала, біз ойнаймыз, ойнаймыз әдемі. Әлелер орамасы 21 ғасыр. Қолдап, бір қолпашылап. Әлде бүгін сұрау алатын шапалақ бола ма? Оған біз дайынбыз. Кезекте 21 ғасырдан соң ағалар 20 ғасыр өздерінің сәлемдесуімен жалпы сәлемдесудің тақырыбын айтып кетпеппін. Қазір айтып өтейін, оның оғаштығы жоқ шығар. Сәлемнің түзу болсын. Тақырыбы осындай. Сондықтан да шынымен де ағаларымыздың сәлемі түзу ме екен? Қазір оны біз байқайтын боламыз. Алдарыңызда ағалар 20 ғасыр. Бұлар сәл қимылдайды, көптен бері ойнамаған. Қорқып шықты сахнаға. Дегенмен ерлікке барып сахнаға шыққандарына қошемет көрсетіп қояйық. Сонымен 20 ғасыр ағалар. Эпиграф. Қартайдық, қайғойладық, ұлғайды арман. Қорқамыз кейінгі жас балалардан. Абай, 20 ғасыр. Мақал. Өлгісі келген шыққан мүшікпен ойнайды. Шыққан 21 ғасыр. Мен қазақпын, өлмеймін да, өлмегем да, өлтіремайсың да, адам тірі болғасын қорқа деген, Жігіттер, бізге жекпе-жекке 21 ғасыр шақырып жатыр ма? Иә! Жыртамыз ғой? Иә! Қорқамыз ғой? Иә! Жоқ! Джордано Бруно айтқандай, мен жамбасам лапылдап, сен жамбасаң лапылдап, аспан қалай ашылмақ. Жігіттер, 5-6 жыл стажы бар ағаларға інілер қалай жекпе-жекке шақырды мен түсінбеймін. Естерінде ма жігіттер, 5-6 жыл бұрын дәл осы киелі сахнаға шығып, біз ойнағанда осынша халық күлгені. Сонда Есен аға тұрып, сендер неменеге күлесіңдер, бұлар бірінші рет ойнап жатыр, ойнамаса да дегені. 21 ғасырдың балдары біздің әзілдермен өздерінің әзілдерін салыстырмақшы. Оларда қандай бір әзіл бар дейсіңдер? Ма біздің әзілдер айтыңдаршы, нағыз мықты әзілдерімізді мысалға. Зато біздің Ерлан мықты билейді. Туыс жігіттер, қойыңдаршы соны. Ойбай, ана жерге. Тоқта, сен мына жерге. Жанбек,
Жәнібек есіңде ма, біздің кезімізде қыздар да ойнайтын еді ғой. Сонымен алдарыңызда 20 ғасырдың қыздары. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. Айгүл, сен білесің ба, менің күйеуімші дальнобойщик болып жұмыс істейді да, кеше рейстен келгенде ше, тату-пату, пшони-мшони әкелді, соны жеп отырмын қасшы менші. Мен кеше красавчик кіші көп бар ғой, бір гамаз көмір бар ғой, бір сақыты біраз кірсе салды. Не қарап тұрсыңдар өздеріңше? Дұрыс қой мәке, соңғы... Осы фигурамен өтіп кетеміз әлі. Дұрыс қой мәке, соңғы түйенің жүгі ауыр дейді. Кім түйе, кім түйе? I'm a Barbie girl in the Barbie world. Осы Бауыржан, сен маған айтшы, қазақ халқының санын қалай көбейтуге болады? Ол үшін біздің Қазақстанның демографиясын күшейту керек. Иә. Назарбаевтың сөзін қолдау керек. Иә. Бүкіл жастар жабылып кірісуіміз керек. Иә демекші, сен өзің үйленгенсің ба? Иә, 5 жыл болды. О, неше балаң бар? Жоқ. Неге? Секрет. Сонда қалай? Міне бұлай. Бауыржан, оны қойшы, сен әйелің аты кім? Берік. Жиырмасыншы ғасырдың КВН-шілері ағылшын тілін толық меңгергендіктен олар өздерінің сөздігін ашты. Мысалға, how are you? Аю қалай? What are you doing? Аю не істеп жатыр? He runs. Ол жүгірді. She runs. Ол да жүгірді. I run. Қатық. Girl. Қыз. She likes the moon. Ол ай секілді әдемі. She's my moon. Ол маймыл. Жарнама! Грито, шито, Маргарито, вай. Валикджан, у нас в чемпионате кухни кран открываешь, сразу водоканалдан жүгіріп келеді ғой адам. Жігіттер, осы мынау Есен ағамыз бүгін КВН ойнағанда қай команда ойнайды? 20-ға ма, 21-ге ме? Әрине 20. Қалай? Ол былай. Бергеліңдерші. Баста. Кеше мен бір Шымкентке келіп бір қызбен таныстым. Думан екеуміз тұғынбыз. Иә, оларға мен де қосылған болатынмын. Сөйді мен жанында бар ғой, сақы шенеп жүгіріп келесем. Қойшы, тағы, басташы қайтам. Кеше мен Шымкентке машинамен келе жатсам, Мен Думан екеуміз болатынбыз. иә, оларға мен де мінген болатынмын. Сөйді мен әл жанды жүгіріп келетін желден мына жерде қуақым тауып құрт болып қалған кетіп жүгіріп келесем ары қарай. Інішек, сенің командаң шығып кетіп қалған екен ғой. Алдарыңызда әкесі мен баласы. Қазақстан Республикасының. Папа! Пап! Папа, один! Не, папа! Кухня қылсам, папа! Ванна кірсең, папа! Газет оқысам, папа! Үйде менен басқа папа таппай қалдың ба? Не, папа! Қонақ қарсам, папа! Ана жерге барсам, папа! Машинаға мінсең, папа! Не, папа, не! Мама, тамақ ішсін дейді. Кім? Мама! Не, мама! Кухняға ұқсаң, мама! Дәл осы әзілдің ағылшынша түп нұсқасы. Father! 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 Не, фазы! Кухняға барсам, фазы! Ана жаққа барсам, фазы! Газет оқысам, фазы! Үйде менен басқа фазы таппай қалдың ба не? Не фазы? Қонақ қарсам, фазы! Машинаға мінсем, фазы! Не фазы? Не! Мазы, тамақ ішсін дейді. Кім? Мазы! Не мазы? Кухняға барсаң, мазы!
белгілі Байтұрсынов көшесінің бойындағы Лимонадный Джо кафесі түрк ағайындарының адрес кафесінің филиалы болды. Ал енді сол кафеден көрініс. Колонка 1, Колонка 2. 1, 2. Bu akşam ömrüm beni kimse tutamaz. Sen bile tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Görüşüm gibi Қарындас. gözlerinden. Саламатсыздар ма? Неге заказ бересіздер? Мәзіріңізде не бар? Бізде ма? Гамбургер, бигбургер, чизбургер, донербургер, макбургер, дукбургер, беконбургер, бургер бар. Bile tutamaz. Олардың бағасы қанша? Гамбургер 300 теңге, бигбургер 500 теңге, чизбургер 700 теңге, донербургер 900 теңге, макбургер 1000 теңге, докбургер 1200 теңге, беконбургер 1500 теңге, бургер 3000 теңге. Қарындас, есіміңіз кім? Менікі ма? Айгүл бургер. Айгүл бургер, былай ғой. Бізге бір 2 шайник шай бургер әкеп берші. Сіз бізге жұмысқа кіргіңіз келе ма? Онда мынау тесттен қабылдайсыз, қазір өтесіз. Мына жерде 20 сұрақ, 1 минут уақыт беріледі. Жауап берсеңіз, жауап бермесеңіз, онда кіре алмайсыз жұмысқа. Ал бастадық, 1 минут. Депутаттардың сенетіні. Халық. Дұрыс емес, дауыс. Ясир Арафат халыққа не деді? Бейбітшілік, жақсылық болсын деді. Өтірік айтпа, өлген адам сөйлемейді. Афинада Бақтияр Артаев спорттың қай түрінен алтын алды? Шахмат. Дұрыс емес, ат жарыс. Құстар неге жылы жаққа ұшады? Жаураған соң. Дұрыс емес, жаяу бұралмаған соң. Тұқым қалай пайда болды? Тұқым қалай болды? Қораз бен тауықтың арқасында. Дұрыс, ұятсыз. Әдемі қыздар көп қала. Әдемі қыздар. Шымкент. Дұрыс емес, қатын көпір. Қазақстанда неге үй қымбат? Білмеймін. Дұрыс емес, мен де білмеймін. Тауық неге күлмейді? Настроение жоқ шығар. Дұрыс. Қыздар бірінші свиданияда неге сүйіспейді? Ыңғай сұрақ екен. Ұялатын шығар. Дұрыс емес, тәлпіштік. Уақытыңыз өтіп жатыр. Уақытыңыз өтіп жатыр. Водоканалдағылардың әнұраны. Су самыр елдің жайлауы. Дұрыс емес, суның ақшасын қашан төлейсің? Тышқандардың атаманы. Тышқандардың атаманы Атшалман. Дұрыс емес, блатной крыса. Жас келіншектің арманы. Жас келіншектің арманы Қазақстанның санын көбейту. Дұрыс емес, негізі ол өзбек келіншек еді. Бауыржан шоудан басқа күлдіретін. Тамаша. Дұрыс емес, анаша. Орыстар соғыста қалай жеңді? Қалай? Дұрыс емес, қалай болса солай. 112-де түнде адасқан адам қайда бұт түседі? Милицияға. Дұрыс емес, Россияға. Шөлде бөлген балық. Селедка. Дұрыс емес, копченый балық. Қай жұмыс қоғамдық жұмыс деп аталады? Келесі. Дұрыс. Қазақта қанша жүз бар? Дұрыс. Келін түсіргенде қуанатын адам. Ене. Дұрыс емес, бет ашатын музыканттар. Осы ойында кім жеңеді? Інілер. Дұрыс, ағалар, жұмысқа қабылданбайсыз. Қазақта жаңа туылған баланың аты өскенде қай мамандықта жұмыс жасайтынына сай келеді екен. Сонымен астроном болатын балалар. Айман Шолпан Жұлдыз. Биолог болатын балалар. Раушан Роза. Миллионер болатын балалар. Бақыт Болат Жылқышиев. Мал дәрігері болатын балалар. Камал Жамал Самал. Жан дәрігері болатын балалар. Біржан Нұржан Ержан. Металлург болатындар. Болат Темірғали Нұрсұлтан. Және де гинеколог болып жұмыс жасайтындар. Қалтай Талтай Тұрар. Жігіттер, әскерден ағамнан хат келді. Бірінші хат. Оқиық. Нұрлан, Молда Мәдидің үйіндегі 20 литрлік канистрді әкеп қой. Сәлем хат. Жамандыққа бармаңдар. Өмірді көрдім.
Нұрмахан, ассалаумағалейкум, қалың қалай? Бауырым, мен саған жақсы жаңалық алып келдім ғой. Білесің бе, мен жақында үйлендім ғой. Опа, міне жаңалық, иә? Сол жеңгеңнің аты Бақыт. Бақыт қалайша? Тоқта. Мен жеңгеңді Алматыда тастап кеттім. Қалай сен? Иә. Алматыға тастап кеттің келіншек? Иә. Онда бүгін автобусқа мында қайт үйіңе. Тез кет үйіңе бар, Алматыға құра. Неге? Енді ертең келіп басқа жан бақытыңды жырлайды. Не? Айтшы сен маған сен осы патриотсың ғой. Патриот? Осы сағаншы біздің қазақтар түсірген Қыз жібек фильмін қойып берсе, ана жаққа эротиканы қойып берсе, сен қайсысына барасың? Эротика? Өй, ақымақ. Ал жарайды. Мына жаққа Роза Рымбаеваның Атамекен әнін қойып берсе, ана жаққа эротиканы қойып берсе, әрине сен қайда барасың? Эротика. Өй, ақымақ, патриоттар олай істемейді. Қалай істейді? Мысал үшін саған бияқа Қазақстанның гимнін қойып берсе, ана жаққа эротика қойып берсе, сен әрине қайда барасың? Мен әрине патриот ретінде Қазақстанның гимнін тыңдаймын. Әбей, мен сонда қайтende эротика көрем, міне әбей. Жігіттер, сендер білесіңдер ма? Кез келген ұлтты әртүрлі малға теңеуге болады. Иә, дұрыс айтасың, дәнекер. Мысал үшін, шошқа, орыстар. Қойлар, эстондықтар. Ешкі, татарлар. Жылқы, қырғыздар. Ешек! Грузиндер. Сонда қазақтар кім? Айналайын, қазақтар мал асыраған ғой. Бәрін айтта, бірін айт. Құрметті 20-шы ғасыр ойыншылары, біз КВН ойнағанымызға біраз жыл болды. Бірақ сендер маған айтыңдаршы, сендер КВНді неге теңейсіңдер? КВН ол заңды некелескен әйелің сияқты ғой. Басқа келіншектерге барасың, тастап кетесің, бірақ түбі бәрібір қайтып ораласың. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Ғасырға жалғасқан ойын бар, тарихта қалады ағалар. Інілер, тоқтап қалмаңдар, ойнаңдар бізбен. Інілер, тоқтап қалмаңдар, ойнаңдар бізбен. Алғашқы конкурсты да демде өткізіп тастадық деген ойдамыз. Сонымен екі команданы ортаға шақырамыз. 20-шы ғасыр және 21-ші ғасыр. Келесі турға өтеміз. Ширату яғни сұрақ жауап. Әр командаға 3 сұрақтан қоюға рұқсат беріледі және өз жауабы міндетті емес. Бірінші болып ағалар бастасын. Жалпы ширатудың басталуы сөйлетілім, алаңдама, тартынба. Жақында бізге Қазақстанда келіндерге арналған 2 томдық кітап шықты. Неге 2 томдық? Не ғой, біздің қазақтың келіндері 1 томдан кейін түсінбейді ғой. Сен өзі қанша томдық не алып қойдың ғой? Бізге 5-6 ғой сразу. Тәжірибесі жоқ жігіттерге ондай сұрақтан мен енді өздеріңіз біліңіздер. Ағалар тәрбиелеу керек. Тауықтың түсіне тары кіреді дейді ғой сен. Өлә мен тауық болып қалдым мен де сонда.
Осындай кезде бір сұхбат алғымыз келеді да, бір қалай 4 жыл ойнаған жоқ. Жоқ, сахнадан бөлек есіне ауырса береді да, біз сосын айтып оламыз дейсің. Әнелер! Сәл қол шапалақтап. Ал. Жақында Қазақстанда келіндерге арналған 2 томдық кітап шықты. Ал неге 2 томдық? Себебі біздің қазақтың келіндері 1 томға түсінбейді. Мен сияқты красавчиктерге том кітап шықпай ма не? Жақсы. Сонымен әнелер, сұрақтарыңыз. Сөйлетілім алаңдама тартынба, көтере алмас шоқпарды беліңе байлама деген. Кейбір депутаттар депутаттық мандаттан бас тартты. Неге олар қолында тартпайды? Сөйлетілім алаңдама тартынба, көтере алмас шоқпарды беліңе байлама деген. Кейбір депутаттар депутаттық мандаттан бас тартты. Неге олар қолында тартпайды? Қолын тартсақ, қарынды кім ұстайды сонда? Жақсы, рахмет. Өз сауалдармен ағалар, 20 ғасыр. Чарльз Дарвин айтпақшы, бізді адам қылған әйелдер. Ал кетті. Чарльз Дарвин айтпақшы, бізді адам қылған әйелдер. Оларға спонсор болған еркектер. Дәл жауап. Інілердің сауалы. Аист асарлатып ақ жолменен отанына ұшып барды. Ал енді сұрақ. Жармахан Тұяқбаев шаршады ма, әлде... Я. Жармахан Тұяқбаев шаршады ма, әлде... Я. Екінші вариант, я. Жақсы, ағалардың сауалы. Қазақ халқында неге космонавт аз? Өйткені орыстар бала туылса айыста келді дейді жаңағындай. Ал бізде қазақтар аз ұшады. Өйткені бала туылса айналайын баладан тауып алған даладан тауып алған баланы кім ұшырады аға? Тағы да сол бір семьялық бір әйелдер сол. Неге қазақ халқында космонавттар аз? Өйткені орыстарда бала туылса жаңағы айыстап келді дейді өздеріңіз ескенде. Ал қазақта бала туылса айналайын баладан тауып алған даладан дейді. Даладан тауып алған баланы кім ұшырады аға? Амраға, қазақтарда біз сияқты космонавттар болса, там төбесіне арасамайын деп тұрмыз ғой біз. Ай, сол керек өздеріңе. Сонымен, үшінші сауал, інілер. Бір кемеде 3 депутат келе жатып, кенеттен дауыл тұрып кетті. Кеме аударылып, 2 депутат қайыққа мініп кетті де, біреуі суға батып кетті. Бұл оқиға сайлауға дейін болды ма, сайлаудан кейін болды ма? Бір кемеде 3 депутат жүзіп келе жатты да, кенеттен дауыл тұрып кетті. 2 депутат қайыққа мінді да, 1 депутат суға батып кетті. Бұл оқиға сайлауға дейін болды ма, сайлаудан кейін болды ма? Сайлау күні үйде отырсам, бір кезде алдында даладан келдім ғой мен үйге. Сөйтсем, ана бір кішкентай машкейт бар еді соседтің. Вау, деп мамочка дедім. Ол ештеңе емес, бір кезде үйде отырғанмын ғой, бір кезде мышықта келді. Сома мамочка дедім да. Сөйтсем, мамашка жоқ, сосын папочка деді. Ағашка десем ма?
Мінекей осымен ширатуды аяқтайық. Себебі біреулер әйелдер семья болса, біреулер саясаттан бастарын алмай қалды. Бірақ командалар кетпеңіздер, себебі келесі конкурста осы екі команданың қатысуымен болады. Енді келесі конкурсымыз жалғастыр деп аталады. Бірінші болып қайсысы бастасын? Жақсы, інілерден бастайық. Інілер, бұл конкурстың жалпы тәртібін айтып өтейін. Әр командадан 4 баладан шығу керек. Және мен бір қазақтың жақсы бір өлең шумағының басын бастайым, немесе бір афоризм, мақал болар, қазір басыма келген біреуін қоямын. Соны мына жігіттер ары қарай жалғастырып кету керек. Егер жалғастыра алмаса, онда тағдыр солай қалайғым. Сонымен мен сәл дайындап қойғаным да бар, бірақ ойыма келген айтып көрейін. Махаббат қызық мол жылдар. Сезбесең болмайды ғой сол жылдар. Махаббатсыз жоқ жылдар. Маған келші қыздар жаршы. Қарасаңдар талмайсыңдар. Жақсы, екіншісін көрейік. Бұл енді бірінші бастамасы болу керек. Жігіттер ойназдан күлкі қымбат. Қыздарға керек екен сұлулық, сымбат. Қыздарға керек екен әдемі юбка мен семішки. Мен үшін қыздардың бәрі жүрегіме қымбат. Қыздарға қара колготке өте қатты жарасады. Жақсы, бұл ірілер. Енді ағаларға кезек берейік. Төртеу. Ал, абайдан бастайық. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін. Қыздар менен мен жүремін жүрмек үшін. Олармен тағы да жүремін өмір сүрмек үшін. Көп жемпейдің қызлардың арасынан ең сұлуын термек үшін. Ал мен күйіп жүр мана үйдегі жүгірмек үшін. Жақсы, ақыры қыздар туралы айтып атырғысыңдар, қыздарға әсемдік жарасады. Мен де сол қыздармен таласамын. Қыздармен таласар едім, мен өзім дәнекермен бірінші санасамын. Сол қыздардың бәрі қазір кетті, өйткені олар бізге қазір қара сағым. Әйелім үйден қуып жібергенде Ливойна бара саламын. Жақсы, ағаларға рахмет. Енді екінші айналым, бұл жерде бұлай. Әр командадан екеуден шығарайық. Жақсы, айттым сәлем қаламқас. Одан да мен жарамас. Бұл сөзің сенің жарамас. Сказкадағы Барабас. Барабас бірге ала қашты десе. Жақсы, рахмет. Командаларға рахмет. Сіздердің алдарыңызда док-шоу, яғни төбеттер жарысы бағдарламасы. Қарсы алыңыздар, бірінші үміткеріміз. Sit down, please. Ал енді алдарыңызда екінші нөмірлі үміткеріміз. Қарсы алыңыздар, шапалақ. Haven't you the love I gotta ever say? Haven't you still love about the gotta do? Haven't you the love? О боже! Haven't you the love I gotta do? Шамбалики! Да. Шамасы төбет болмады ғой. Сонымен алдарыңызда асықтыра күткен ең мықты үміткерлеріміздің тағы да біреуі. Үшінші нөмірлі үміткеріміз. Қарсы алыңыздар.
Рахмет. Итін әкеп берші. Көп рахмет. Сонымен ойынымызды бастайық. Сонымен алдарыңызда бірінші нөмір үміткеріміз өзінің таныстыруымен. Өзіңіз таныстырып өтсеңіз, және де бұл итпен қай жерде таныстыңыз дегендей. Енді бұл иттің пародасы өте сирек кездеседі. Қазақстанда да сирек, бәл жерде сирек қой. Сонда бұның аты не болды? Яғни бұл мәшкі ғой. Енді бұмен кездескенде бір осындай кішкентай тұғынды. Дәл осындай тұғынды. Бірақ бұл кәдімгі кәрдейіп қалды қазір. Қарсаңыз, бойын қараңыз. Рахмет, орныңызға барсаңыз. Ал енді екінші үміткеріміздің таныстыруын тамашалайық. Иә, осындай бір керемет. Керемет итпен мен 1998 жылы Францияда танысқам. Бұның аты француз пуделі. Мінекей. Бұзық. Осындай. Пудель, ко мне. Рахмет. Ал енді сіздердің алдарыңызда үшінші нөмір үміткеріміз өзін таныстырумен. Қазақбайский от Кокки. Иә, енді бұмен қалай таныстыңыз, соны айтып берсеңіз. Кіммен? Танымаймын ғой? Ой, мұнамен. Ауылда вечер оққан ғой. Життері вечерде отырғанымыз ғой. Анау мынау жеп, қыздарға көз сындырып. Спокойно. Ауылдың жігіттерін білесің ғой, жүр сыртқа шығасың ба деп қыздарын қызғанып сыртқа шығып, орай ұртсат батшым шығарып отырған жерде. Жерім дақ болып қалды. Қасымдағы қыздың помадасы ғой. Қанша қалды? Қанша қалды? Менікі емес. Кімдікі? Жолдас баламдікі. Ол ит емес па? Дұрыс қой, қазақта мақал бар ғой. Ит адам жолдас баласы деген. Мейлі. Сіздермен барлығы да түсінікті. Сонымен екінші турымызға өтеміз. Екінші турымызда әрбір ит өзінің үй тапсырмасын көрсетеді. Сонымен жеребе бойынша екінші нөмірлі үміткеріміз өзінің өнермен. Француз пуделі, қарсы алыңыздар. Пудель, отырамыз. Отырамыз, нандай отырамыз, нандай отырамыз. Ой, отырамыз, асықпа отырамыз. Тұрамыз, оп, жүреміз. Рахмет, керемет, осымен біткен шығар. Жоқ. Біз пудель екеуміз билейтін едік. Пудельдің шығарған биі бар еді. Пудель, неке? Пудель бай ма, пудель гүл ма? Кеттік онда. Рахмет. Тағда жеребе бойынша алдарыңызда нөмірі бірінші, яғни мәшкі ит, қарсы алыңыздар. Қош келсіз. Өз өнерлеріңіз көрсетсеңіздер. Итке тән нәрсе болса. Тән, өт.
ағайын сізге көмектесем ау деймін. Давай, көзі. Бергелей. Ей, тәтең бұтына кіріп кетіп жатың ғой. Сегіз. Рахмет, көп рахмет. Рахмет, сау болыңыздар. Сонымен алдарыңызда нөмірі 3-ші үміткеріміз, қарсы алыңыздар. Қазақта мақал бар ғой, нағыз ит емес, нағыз ит мәшке ит деген. Соған байланысты мұна домбыраны алып шықтыңыздар ғой деймін, ә? Толқып тұрмын. Теңіз болып тұрсаңыз шында. Біз үйде дайындалып келген бір әніміз бар еді, итім екеуміз. Кәні танайыз. Рахмет. Бастадық. Ой, ит өмір ой, ит өмір ой. Амал жоқ, сен бәрібір итсің. Сен адам болмайсың бәрібір. Ит өмір ой. Рахмет. Рахмет деп қой, өу, тоқтайшы айналайын, рахмет, рахмет. Болды. Бәсе сөйтпесем, қу жүрмесек болмады ғой. Ал ендігі кезекте сұрақ жауап, яғни 3 үміткерімізді ортаға шақырамыз. 3 үміткеріміз ортаға. Үшеуі де ортаға келсе. Айналайындар ау, ойын біткен жоқ қой әлі. Шыдасыңдар сән. Бейшілер құсап тұрайық, Оу, әпше. Сонымен сұрақ жауабымызды бастаймыз. Сізге қойылатын сұрақ. Екі әріптен тұратын, қазақтың 7 қазынасына кіретін осы жерде бар жануар. Мен білем қазір. Жоқ. Білмеймін. Міне, қазақ десе намысыңа тиеді. Дым білмейді, тупой, міне. Не мынау, ит та мынау, сабалақ қой айналайын. Не анауың, а? Бауырым, жаңадан бері намысқа тиіп біттің ғой. Қой? Жерден алып жерге саласың ғой, жаңадан бері мені қойш. Иттің намысына тиеді деп ойламайсың ба? Намысыңды алдында естен шығар жерін түсінің ба? Жіберсең, қалай мен намысыма тиіп жатыр ғой бұл? Тұра тұршы, Коки, сен үшін тұрам мен. Тұрады, не болды? Жіберші. Жанына шейін тұршы. Берге бер. Не болды? Не әңнің бар ма не? Ұрма. Бірақ ұраме қазір. Ұрма. Не ағым? Ит 7 қазынан бірі ғой. Дұрыс, жауап дұрыс. Ит 7 қазынан бірі. Жаңағыдай тұрайықшы бейді. Айналайын бір чемпионат мейрамыз болғандай болдыр ғой. Орындарың ауыссаңдар. Оны с краю слева отырсаңдаршы. Сіздерге қойылатын сұрақ. Қазақстан Республикасының Конституциясының 10-шы бабында жазылғандай, Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі қазақ тілі делінген. Сол бапта не деп жазылған? Дұрыс, жауап дұрыс! Браво!
Браво, браво. Рахмет. Борис Мурка. Саламатсыз ағай. Сізге бір оңай сұрақ қояйын, оңайға. Егер мәшкит пен қазақ итті төбелестіретін болса, мәшкит ұта ма, қазақ ит ұта ма? Ал енді мен сіздің сұрағыңызға сұрақпен жауап берейін, Ал қазір Техас пен көз тимесін ойнаса. Техас ұта ма, әлде көз тимесін ғой? Дұрыс, керемет. Дұрыс. Керемет. Рахмет. Енді бүгінгі сайыста міндетті түрде біреу жеңімпаз болу керек. Лейла хабардар емес шығар, бірақ осы жаздағы болған ойында, Шымкент қаласының командалары арасында болған ойында, інілер сәл басымдық танытқан еді, менің арқамда ағалар сәл теңесіп кеткендей болған еді. Енді осы жеңімпазды анықтап беру үшін ортамызға осындай сайысты ұйымдастыруға мұрындық болған, үлкен көмегін тигізген Оңтүстік Қазақстан облысы жастар ісі және ішкі саясат жөніндегі департаментінің басшысы Ұласбек Сәдібек ағамызды ортаға шақырамыз. Кеш жарық, қымбатты достар. Сіздердің рұқсаттарыңыз бойынша марапаттауға көшсек. 19,8 ұпай жинаған інілер құрамасы. Інілер командасына диплом 3-ші республикалық жайдарман көңілділер мен тапқылар клубының сайысына қатысып, өз қабілетін көрсете білген үшін інілер 21 ғасыр КТК командасы марапатталады. Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Жылқышиев және ақшалай сыйлық 60 мың теңге. Және жалпы ұпай бойынша 20,2 ағалар. Бірінші орын алған республикалық жайдарман көңілдер мен тапқылар клубының сайысына қатысып жүлделі бірінші орын алған ағалар 20-шы командасы марапатталады. 120 мың теңге. Рахмет. Рахмет, баршаңызға келесі жайдарманда кездескенше сау саламатта болыңыздар.